Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Тайлам Про біздің кезекті пайдалы және қызықты ақпараттарға толы подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі қонағымыз 140 балл жинаған талапкер. Ержанова Айым. Ержанова Айым, студиямызға қош келдіңіз. Біз сізден бүгін дайындық жолы, мотивация, ол жолдағы жасаған қателіктеріңізбен бөлісуіңізді сұрап отырмыз. Ең бірінші өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен Ержанова Айым, СУ-да қазіргі таңда 2-ші курс студентімін. Таңдаған мамандығым 2 шет тілі, ағылшын және қытай тілдері. Алдымен кеш болса да құттықтаймыз. Уже 2 жыл өтіп кеткен жоқ, 140 балл жинағаныңызға. 140 балл ол үлкен нәтиже, үлкен еңбектің нәтижесі. Ең алдымен сізге сол сәтте экранда 140 балл деген цифралар шыққан кездегі эмоцияңызбен бөліссеңіз. Негізі мен IELTS тапсырғандықтан менде 90 балл деп шығады. Яғни IELTS-ым 6,5 болғандықтан ағылшын тілі автоматты түрде жабылады. Сол үшін маған 90 балл жинау керек болды, және де 90 балл шыққан кезде мен кәдімгідей көзімді қайта-қайта ашып, жұмып, сенбей, сондай эмоция болды. Бірақ та андай 90 қосам ғой 50-ге точно 140 па, точно 140 па деген сияқты болып. И сондай бір сене алмайтындай эмоция болды, бірақ сосын тез өзімді жинап алып, сыртқа шығып кеттім. Осындай нәтижені күттіңіз бе негізі? Негізі үмітсіз болуға болмайды ғой еш нәрседен. Үмітім болды, бірақ та 140 алмасам өте қиын болады деген сияқты кері эмоциялар да болған жоқ. Яғни қандай нәтиже болса да, белгілі бір деңгейдегі еңбегім нәтижесі, сол үшін разы боламын деген сияқты. Өйткені мен бірінші ұбт-ымнан 136 болды да, ол грантқа жететін еді негізінде. И екінші ұбт маған бір қосымша бонус ретінде берілгендей болды. Сіз үшін енді қорқынышты болды ма бір? Басында ең басында, өйткені жүйелілік, яғни мен нақты жолды көрмегеннен кейін өзіме сәл түсініксіз болды. Бірақ та дайындықты бастағаннан кейін андай вроде бы получается деген сияқты кейбір тесттерден результаттарды көргеннен кейін адамның қолынан келетін сияқты деп ойладым. Бірақ негізі шынын айтқанда соңына дейін мен 140 баллды мүмкін емес деп ойладым. Ол тек бір гениялар алатын шығар деген сияқты. Сондай бір ой болатын. Ал енді дайындық жолын айта кететін болсақ, шамамен күніне орташа қанша сағат дайындыққа құрттыңыз? Негізі ағылшын тілін үйренетін адамдарға айтылады ғой кеңес immersion болу керек деген сияқты. Мен осы кеңесті қолдаймын. Өйткені бір нәрсені мақсат қылып қойғаннан кейін соған қарай нақты қадамдар болу керек. Ол үшін мен кәдімгідей өзімнің айналамды ұбт-мен қоршап тастадым. Яғни менің басқа да назарымды аударатын басқа да нәрселерден өзімді кішкене қысқарттым да, уақытымның барлығын ұбт-ға арнауға тырыстым. Яғни тіпті қарапайым мектепке мысалы қосымша курстарға автобуспен бара жатқанның өзінде мен кітап алып жүретінмін қосымша өзіммен бірге. Егер оны бүйтіп ұстап тұратын жағдай болмаса, телефоннан PPT, яғни онлайн версиясын оқып, қайталап тұратынмын. Әрине мен жаңа тақырып бастамайтынмын ондай кезде. Яғни ол миға ауыр кетеді ғой. Ол кезде мен өткен тақырыптарымды қайталайтынмын, яғни өзіме сұрақтар қоятынмын деген сияқты. Енді да біз пән тапсырады. Получается, сіздің ағылшыныңыз уже жабылған болатын, 4 пән қалды. Сол 4 пәннің ішінде қайсысы сізге ең қиыны болды? Дүниежүзі тарихы. Өте көп деталь, өте көп нәрсені түсіну керек. Әр мемлекеттің өзіндік мәдениеті, тарихы бар. Оны бір-бірімен ұштастырып, бір ғасырда, мысалы Түркияда, ақш-та және де, допустим, Италияда не болғанын салыстыра отырып, сыни ойлауды қосып, әрқайсының ерекшелігін білу керек. Тек қана осы жылы осы болды, осы жылы осы болды деп тест жаттау, ол қазіргі ұбт-да ол жеткіліксіз. Бұрынғыдай қазір кітапшаны алып, мен тест жаттап жатырмын деген білім жүйесі қазір ондай емес. Бала жан-жақты тақырыпты түсіне алу керек. Өйткені сұрақты құраған кезде бір сұрақтан ала салмайды. Абзац мысалы тұратын болса, кітаптың басынан және соңынан 2 сөйлемді алып байланыстырып сұрақ қойылады. Сол кезде ол С деңгейлі сұраққа жатады да, көбінесе 120-130 балды мүмкін жаттанды сұрақпен алуға болады. Ал кәдімгідей ойландыратын сұрақтар олар міндетті түрде болады, және оларға да дұрыс жауап бере алған, түсіне алған деңгейде оқыған талапкер ғана максималды балл ала алады көбінесе.
Жақсы, сіздің жеке ойыңыз бойынша жүйе маңызды ма, әлде мотивация барысы маңызды ма? Әрине мотивацияның алатын рөлі бөлек, өйткені оқуда біздің ішкі мотивациямыз болады, ол яғни іштей біздің бір қалауымыз болу керек оқуға деген, ол бізге қандай нәтиже береді деген сияқты. Біз бұл арқылы неге жете аламыз? Немесе сыртқы, мысалы ата-анамыздың үмітін ақтау, мектепті допустим жақсы бір балмен бітіру деген сияқты, немесе курстардың ұсынатын әртүрлі сыйлықтары қазіргі таңда бір мотивация ретінде олар да балаларды қолдағысы келіп ұсынады. Бірақ та одан бөлек әрине адам өзінің нақты мақсаты болу керек, және де дисциплинамен жүрмесе, онда мотивациямен ұзаққа бара алмайды. Жақсы. Біз қазір негізі андай поколениеміз ғой, выгорание болып кетеді, тастап кетеміз, ондай нәрселерді. Вот сізде конкретно дайындық барысында шаршадым, қолымнан келмейді деген кездер болды ма, және қашан? Әрине болады. Біз өйткені робот емеспіз. Біз бір мысалы осылай істе деп күнде сол іспен жүретін ондай емес. Біз тірі жаратылыс болғандықтан бізде эмоция да болады, выгорание да болады. Барлық неше түрлі сыртқы факторлар да, ішкі факторлар да әсер етеді. Бірақ та ондай кезде сәл адамға демалыс керек деп ойлаймын. Кішкене мысалы жақсы мен өзіме 24 сағат уақыт беремін. Ештеңеге көңіліңді аударма. Тіпті демалысым деп телефонды алудың қажеті жоқ. Ол керісінше шаршатады да. Сол үшін жақсы мен бір күн жақындарыммен сөйлесейін, маған не ұнайды, хоббиім қандай, мен суретімді салайын деп кішкене бір перезагрузка жасау керек. Содан кейін уже сағынасың сабақ оқуды. Дайындық барысында жіберген өзіңіз бүйтіп түртіп алған үлкен қателіктер сіздің ойыңызша? Жақсы сұрақ. Қателіктер қандай болуы мүмкін? Мүмкін қателік қандай болуы мүмкін? Отырып, сағаттап оқу. Мысалы, таңнан кешке дейін дем алмай, кәдімгі мен оқуым керек деген сияқты. Мен күнде 12 сағат сабақ оқыдым деген, ол круто емес негізінде. Ол жерде сіз жақсы отырдыңыз, бірақ сапа қайда деген сияқты ғой. Сіз отырып, мысалы, конспект жазып отырып, басқа нәрсені ойлауыңыз мүмкін да ол кезде. И оның қатты бір маңызы жоқ. Лучше 5 сағат оқып, допустим, 1 сағат демалып, қайтадан оқып деген сияқты. 5 сағат емес жақсы. Помодоро деген әдіс бойынша кішкене оқып, кішкене демалып, сөйтетін болсақ, уже кішкене мидың да қабылдау жақсы жүзеге асады. Сосын тағы дұрыс емес нәрсе ол дұрыс ұйықтамау, дұрыс тамақтанбау. Өйткені адам ары қарай өмір сүру керек қой. Яғни енді ғана оқу үшін күш керек, ары қарай дұрыстап өмір сүру керек. Сол үшін дұрыстап ұйықтап, дұрыс тамақтанатын болса, баланың денсаулығы нашарламайды, және де бәрінен бұрын менталды денсаулыққа назар аудару керек. Сол барыс, енді бізде 11-ші классқа түсесіз, соңына дейін стресс қой. Енді келе жатыр, ол мен тағдырымды шешеді, қалай болады екен деген. И осы стресс пен қысымды қалай жеңдің? Стресс пен қысымды мүмкін әке шеше жағынан поддержка болған шығар. Негізі болды. Өйткені олар енді басында мен өзімнің желаниеммен бардым да, мен осында курсқа барам, бүйтем, сөйтем деп. Бірақ уже соңында наурыз ұбт тапсырғаннан кейін мен кәдімгідей арықтап кеткен, уже әлі жоқ, соңғы күшімен оқып жүрген сондай болдым да. И қатты ауырып қалдым негізінде. Аллергия болып кетті, ешқашан болмаған. Кәдімгідей бір иммунитетім әлсіреп қалды ол кезде. Сосын ата-анам айтты, болды, жетеді, осы оқыдың ғой, оқымай ақ қойшы, жетеді жетеді деген сияқты. Мен жоқ, менде андай тұр ғой, мақсат қойдым ба, мен до конца шыдап тастаймын деген сияқты. Жоқ, сәл қалды, мен шыдаймын деп. И сондай болды. Олардың да бұл жетістікте деп айтайын, алатын рөлдері өте орасан зор. Қазір сол уақытқа қайта оралсаңыз, қай қателікті қайталамайтын едіңіз? Негізі әрбір нәрсе қалай болу керек, солай болды деп ойлаймын. Бірақ та, мысалы, бір қателік жібере жаздадым, сол туралы айтсам болады. Мен сабақ оқимын, ой деп, мысалы, мектептегі андай вальс, бірдеңелерге қатыспаймын деп шықтым да. Мен мешать етеді маған деген сияқты, мешать етеді деп. Бірақ сосын мені көндірді да. Мен өзім де ойландым. Жақсы, бұл өмірде бір-ақ рет болады ғой деген сияқты. Бірақ соның өзінде мысалы адамдар жиналмай жатады ғой.
біреу күтіп біреуді күтеміз, немесе арасында пауза болып қалады, сол кезде сразу кітабымды алып шығамын да и жанымдағыларға сұрақ қоямын ғой. Так тексеріп. Иә, тексеріп. Так қазақ хандығы осы хан кезінде не болды деген сияқты. И олар сол кезде жауап береді. Кейбіреу жауап бере алмай қалса, мысалы мен жауап беремін да, осылай болды, запомни деймін. И содан кейін мен бір классымда оқыған қыз айтты, айым сен алдында помнишь сұрап едің, маған келді ғой ол ұбт-да деген сияқты. И ол сәтте ол мысалы конспектпен бүйтіп отыратын болса, ол есте сақтамайтын еді. Ол жай ғана бір memorizing, cramming деген сияқты болатын еді да. Тупо бүйтіп жаттау. Бірақ naturally бір өмірде солай жаттайтын болсақ, онда ол ассоциация ретінде келеді да. Так, осы дайындық кезінде, точно деп солай жаттау керек. Сол енді күніне келетін болсақ, именно сол күні таңда көзіңізді ашқанда қандай сезім болды, бара жатқанда шыққанда? Күшті сезім болды. Мен негізі былай ойладым, жалпы адам өз өмірін қалай өтетінін өзі таңдайды, өзі шешеді, және де қандай настроениемен баратынымды мен шешем. Мен қазір налып, көңілімді түсіріп, өзімді жаман нәрсеге дайындап баратын болсам, күнім солай өтеді. Неге олай дедім да, сөйтіп Алиса играй деп рух деген болды ғой кезде оркестрдің. Соны играй деп қойдым да, завтрагымды ішіп алдым, сөйтіп сондай видеом әлі бар да, мен телеграм каналға салған. Кәдімгідей рухтанып бардым, өзіммен өзім наушникта музыка тыңдап, неге мен настроением түсіруім керек деген сияқты. Погода прекрасная дедім да. Сөйтіп солай бардым. Сосын еще менің бара жатқан кезде одноклассниктарым тапсыратын болды. Екеуі тұрып маған бүйтеді, Ержанова, осы жол 140 па деген сияқты. Өйткені олар мен 2 жыл бойы дайындалғанымды көрді ғой. И ол сөзде маған бір сыртқы мотивация болды. Мысалы, адам маған сенеді деген сияқты ойдың өзі адамға үлкен күш береді негізінде. Сол үшін сондай күшті настроймен бардым и 1 сағатта шықтым ғой сол ентіда. Сол ең топовый лайфхак сол кезде эмоциямен неғу үшін, бороться ету үшін? Сол музыка шығар, жақсы музыка тыңдау керек, кішкене көңіл көтеріледі ғой негізі. Билейтін, андай күшті музыкалар тыңдаған кезде. Адам просто бір грустинка ұстап алса, уже кетеді ары қарай. Минус көп, іздей береміз. Негізі мынауда дұрыс емес, негізі мынауда дұрыс емес деп. Сол үшін оның бәрінен құтылу үшін өзіміз таңдау жасап, өзімізді жақсы жаққа жетелеу керекпіз. Бірақ қай кезде біз жақсы жаққа жетелей аламыз, біз өзімізге сенімді болған кезде. Мысалы, егер мен оқымайтын адам болсам, мен қалай өзімді жетелей аламын? Әрекетім жоқ, мен ұбт 140 деп айта алмаймын ғой. Бәрібір іштей, сырттай айтқанмен, сыртқы көзге, іштей бәрібір құлмаш деген сияқты ішімнен тұрады да. Ал егер сен істеп жатсаң, мен істеп жатырмын, мен результатын көріп жатырмын, қазір мен 60%-ке білетін сияқтымын. Жылдың соңына дейін осыны толықтап, пысықтап, бәрін қосатын болсам, мен алып шығамын деп, сондай ой болады. Дәл қазір ентіға дайындалып жүрген оқушыға 140 балл алу үшін топ 3 кеңес. Ең алдымен ұбт тек ұбт-ға менталды тұрғыдан дайындалу да керек, психологиялық тұрғыдан дайындалу керек. Адам дайын болу керек, және де айтылмаған нәрселер айтайын. Екіншісі, жаныңыздағы адам, бірақ ол жаныңыздағы адам деп мен көп айтам, бірақ ол экстраверттерге қатысты кеңесті, адамдармен бірге оқыңыз деген. Бірақ мен өзім интроверт болмағаннан кейін ол адамдардың ішкі жан дүниесін білмеймін ғой, ол кісілерге қандай нәрсе подходит деген сияқты. Бірақ экстраверт болатын болсаңыз, жаныңыздағы адамдармен жаңағыдай оқу, тәжірибе алмасу, бір-біріңізге сұрақ қою, көмектесу өте жақсы кеңесін жаңағы ықпалын тигізеді. Үшіншісі, сіздердің сол ұбт кезінде алған білімдеріңіз болашақта керек болатынын ұмытпаңыздар. Мысалы, егер әлемді зерттеп, допустим, өзімнің кейсімді айтатын болсам, қазір мен тарихта оқыған мемлекеттердің тарихы, мәдениеті туралы нәрселерді болашақта, мысалы, сол елдерге саяхаттап барған кезде білетін болсам, мен 0 біліммен бармаймын да. Мен ішімде сәл болады. Мен салыстыра алам, олардың тарихы осындай еді ғой, қазір осындай болып отыр деген сияқты. Немесе математикада адамның ойлау жүйесін, аналитикалық ойлау қабілеттерін шыңдайды. Сол үшін әр нәрседен өзіндік бір жақсы нәтиже шығатынын түсінуіміз керек. Репетитор курс или self-study қайсысы сіз үшін ең тиімді болды?
репетитор курс. Репетитормен дайындалған өте тиімді болды. Маған жолыққан ағайларға да алғысым шексіз. Ол кісілер негізі махаббатты ашатын да мұғалім ғой. Ол кісінің подходы қандай болады, сол кісіге байланысты. Егер ол адамның подходы бір-бірімізге келмейтін болса, қызықтыра алмайтын болса, өз пәнін сүймейтін болса, қалай балада махаббат ашылады деген сияқты. Ол кісілер өздерінің мамандықтарын сүйгеннен кейін менде де шынымен де бұл қызық екен ғой. Бұл затты біз қиын деп қабылдаймыз да, ол кісілерге қызық деп ана жақтан қарайды да олар. Біз жан жақтан қараған кезде, олардың ойлау жүйесімен қараған кезде, шынымен де ары қарай алып кетуге оңайырақ болды. Бірақ та self-study кейбір жағдайда көмектеседі адамның personality type-ына байланысты. Кешірім сұраймын, мен TFL-да оқимын. Мен teacher болғандықтан деп па, сабағымыз сондай біздің. То есть мен қазір айтып отырғаным, өзімнің дайындалу кезеңіме артқа бір рефлект жасаймыз ғой деп. Сол кезде салыстыра аламын да. То есть қазір мен теория жүзінде өтіп жатқанымды өзімнің практикама қойған кезде, оказывается, осындай фактор осылай көмектесті деп айтып отырмын да. И сол үшін ренжімессіздер, ағылшын сөздерін аударып қояды деп ойлаймын. Мен ойламаймын, что бір сәтке болсын ұбт-дан қорықпайтын оқушы жоқ деп. Қазір уайымдап отырған біздің көрермендер де өте көп. Сіздің өте осы ұбт жолындағы үлкен нәтижеге жеткен үлкен тұлға ретінде ұбт ол өмірдегі қандай бөлшек, қатты маңызы бар ма, соны айтып өтсеңіз. ұбт әр адамның өмірінде әртүрлі рөл ойнайтын сияқты. Өйткені менің өмірімде ол кәдімгідей рөлі білінді. Өйткені мен егер ұбт-дан жүзқұрға алмасам, именно жүзқұрға алмасам, мен СДО-ға келмес едім деп ойлаймын. СДО-ға келмесем, мен Алматыда оқымайтын едім. Алматыда оқымасам, допустим, СДО-ға келмесем, бұндай таныстықтар менде болмайтын еді. Бұндай мүмкіндіктер менде болмайтын еді. Сол үшін жеке мен үшін өте көп проекттер алып келді, мысалы, осы жерде отырмайтын едім деген сияқты. Одан да бөлек әртүрлі жобаларда адамдардың көп танып бастады. Көп жерлерде сенімді адам ретінде қарайды, ол кәдімгідей білінеді. Бір нәрсені сұраған кезде сеніп қарайды, кішкене бір доверие бар да, жеке таныс болмасақ та. Бірақ та басқа адамдар үшін, егер олар өз өмірлерінде маңыздылықтарын көрмесе, жақсы, олар басқаша жолмен өмірге подход таба алады. То есть олар мүмкін видео саласында, оларды видео арқылы тани алады деген сияқты. Басқа адамдарды спорт арқылы тани алады деген сияқты. Әр адамның өзінің қабілеттеріне байланысты олардың жұлдызы бір күні жанады міндетті түрде. Бірақ та менің кейсімда ол осындай нәтиже беріп тұр. Сол үшін адам өзі таңдайды. Соосымен бүгінгі ашық және пайдалы кеңестеріңіз үшін көп рахмет. Ал құрметті біздің тыңдармандарға осы подкаст пайдалы әрі бір бағыт алып келе алды деген ойдамыз. Құрметті тыңдармандар, нәтиже бұл күннің емес, жүйелі еңбектің нәтижесі. Сіздермен бірге болған Тайлымпура және бүгінгі қонағымыз Айым. Қош сау болыңыздар.